негізі Алла ешкімді бай кедей қылып жаратпайды. Алла бәрімізге бірдей өмір берді. Күн бірдей шығып жатыр. Бәріміздің ризығымыз, ауа бірдей жұтып жатырмыз. Бәрімізге денсаулық берді Алла. Бірақ кім қалай қолданып жатыр ол нығметтерді? Біреу обедке дейін ұйықтап жалқау болса, берілген тапсырманы істегісі келмесе, күніге ертеңге сыра берсе, әрине оның әлеуметтік жағдай төмендеп кетеді. Жұмыстан қуып жібереді. Да басқа. Сөйтіп оның бәрін Аллаға жауып қоюға болмайды. Мен тағдырым солай, енді мен сондаймын енді. Бірақ ол қайттан әрекет қылып, өзің кішкене шыңдап, қайттан нәпсісін тиіп, жұмысқа кіріссе, ол қайттан байиды. Демек, бұл өмірдегі әлеуметтік жағдайы төмен адамдар кедей деп айтылып тұрған болса, бірақ ертең қияметте кедей адамдар бар, шынайы кедейлер. Кімдер бұлар десе, Құран оқи алмайтын адамдар екен. Яғни қияметтің кедейлері, пақыр міскіндері кім десе, Құран оқи алмайтын адамдар екен. Мына өмірде Құран ашып көрмеген адамдар. Яғни Құранға иман келтірген, білет, бірақ не істей алмайды Құранды? Оқи алмайды. Енді біздің Құран оқи алмай